Руслан мен Гүлмираның шағын ғана бақытты отбасы бар еді. Олардың үлкен ұлы Бекзат 7 жаста болатын. Ал кенже қыздары Назерке 4 жасқа енді ғана толған еді. Бекзат мектептің 1-ші сыныбын аяқтап, жазғы демалысқа шыққан болатын. Назерке болса, балабақшаға барып жүрген. Өте ерке, әрі қимылы ширақ қыз еді. Ол анасының жанынан бір еді қалмайтын. Бейтаныс жерге барса, Гүлмираның қолынан қатты ұстап алатын. Ал Бекзат өзін үлкен бала санайтын. Ол қарындасын жақсы көргенімен, кейде ойынға беріліп кететін. Руслан бірнеше ай бойы отбасымен саяхатқа шығу үшін ақша жинады. Ол балаларын теңізге апаруды көптен бері армандап жүрген еді. Гүлмира да үй тірлігінен шаршап, біраз демалғысы келетін. Ақыры, жаздың ортасында олар шетелдегі әдемі курорттық қалаға жолдама сатып алды. Бұл жаңалықты естіген Бекзат қуаныштан үйдің ішінде секіріп жүрді. Назерке теңіз дегеннің не екенін толық түсінбесе де, ағасына қосылып қуанды. Сапарға бір апта қалғанда Гүлмира балалардың киімдерін дайындай бастады. Ол Назеркеге қызғылт көйлек пен ақ түсті бас киім сатып алды. Бекзатқа жаңа аяқ киім мен көк түсті жейде алып берді. Руслан ұшақ билеттерін қайта-қайта тексеріп жүрді. Балалар күн сайын сапарға қанша күн қалғанын сұрайтын. Көптен күткен күнде келіп жетті. Олар таңға жуық үйден шығып, әуежайға жол тартты. Назерке ұйқылы болғанымен, әуежайдағы үлкен ұшақтарды көргенде бірден серігіп кетті. Ол терезеге жабысып, әр ұшақты саусағымен көрсетіп тұрды. Бекзат болса, әкесіне ұшақ қалай ұшатыны туралы толассыз сұрақ қойды. Бірнеше сағаттан кейін отбасы бейтаныс жерге келіп қонды. Әуежайдан шыққан сәтте оларды ыстық әрі ылғалды ауа қарсы алды. Көшелерде туристер көп болатын. Жан-жақта түрлі тілде сөйлеген адамдар жүрді. Бекзат айналасына қызығушылықпен қарап келе жатты. Назерке анасының қолынан ұстап, бейтаныс адамдардан қысылып жүрді. Олар таксиге отырып, алдын ала тапсырыс берген қонақ үйге барды. Қонақ үй теңізге жақын, әрі өте әдемі еді. Бөлменің терезесінен көгілдір су анық көрініп тұрды. Назерке теңізді көргенде қуаныштан айғайлап жіберді. Бекзат бірден суға түскісі келетінін айтты. Бірақ Гүлмира алдымен демалып, тамақтану керектігін ескертті. Сол күні кешке олар теңіз жарасына барып серуендеді. Балалар құмның үстінде жалаң аяқ жүгіріп ойнады. Назерке кішкентай шелегіне құм толтырып үйшік жасады. Бекзат жағалаудан әдемі тастар жинады. Руслан мен Гүлмира балаларына қарап бұл сапарға келгендеріне қуанып отырды. Кешке төртеуі бірге суретке түсті. Сол суретте Назерке анасының мойнынан құшақтап күлімдеп тұрған еді. Ол суреттің кейін отбасы үшін ең қымбат естелікке айналарын ешкім сезген жоқ. Келесі күні олар қаланың көрікті жерлерін аралады. Руслан балаларға балмұздақ сатып әперді. Назерке балмұздағын көйлегіне төгіп алып, анасына қарап күліп тұрды. Гүлмира қызының бетін сүртіп, маңдайынан сүйді. Бекзат болса әкесінің телефонымен жан-жақты суретке түсіріп жүрді. Үшінші күні Руслан қаланың орталығындағы атақты алаңға баруды ұсынды. Гүлмира балалардың ыстықта шаршап қалатынын айтты. Бірақ Руслан кешке дейін қонақ үйге қайтып келетіндерін жеткізді. Түскі астан кейін олар таксимен қаланың орталығына шықты. Алаңда адам өте көп еді. Онда түрлі дүкендер, дәмханалар және кәдесый сататын орындар орналасқан болатын. Алаңның бір шетінде балаларға арналған үлкен ойын алаңы тұрды. Бекзат пен Назерке оны көргенде бірден сол жаққа қарай жүгірді. Ойын алаңында сырғанақ, әткеншек және түрлі ойыншықтар бар еді. Назерке қуанып, қызыл әткеншекке отырды. Бекзат қарындасын ақырын тербете бастады. Біраз уақыттан кейін Руслан Гүлмираға қаланың ескі көшелерін екеуі ғана аралап келуді ұсынды. Гүлмира балаларды жалғыз қалдыруға болмайтынын бірден айтты. Руслан олардың бар болғаны 1 сағатқа ғана кететіндерін жеткізді. Ол Бекзат 7-ге келгенін және қарындасына қарай алатынын айтты. Гүлмира ұлына күмәнмен қарады. Бекзат ата-анасының әңгімесін естіп, өзін үлкен баладай көрсеткісі келді. Ол анасына Назеркеден көз алмайтынын айтып уәде берді. Гүлмира қызының жанына отырып, ағасынан алыс кетпеуін ескертті. Назерке анасының мойнынан құшақтап, олардың тезірек қайтып келуін өтінді. Руслан қызының шашынан сипап, 1 сағаттан кейін келетінін айтты. Гүлмира сөмкеден су мен печенье шығарып, Бекзаттың қолына ұстатты. Ол ұлына қарындасын 1 сәтке де жалғыз қалдырмауды қайта-қайта ескертті. Бекзат басын изеп, анасына уайымдамауын өтінді.
Назерке ата-анасының кетіп бара жатқанын көріп, арттарынан ұзақ қараттырды. Гүлмира бірнеше рет артына бұрылып, балаларына қол бұлғады. Руслан әйелін асықтырып, адамдар көп жүретін көше жаққа беттеді. Біраздан кейін екеуі де ойын алаңынан көрінбей кетті. Бекзат алғашқы минуттарда қарындасының жанынан шықпады. Ол Назеркені сырғанаққа мінгізіп, төмен түскен сайын ұстап алып отырды. Назерке ағасының қамқорлығына риза болып, мәз-мейрам күліп жүрді. Кейін олар бірге құмнан үлкен сарай жасай бастады. Бекзат құмды қолмен иіп, Назерке оны кішкентай күрекпен тегістеді. Ойын алаңында балалардың дауысы мен күлкісі тоқтаусыз естіліп тұрды. Бір кезде Бекзаттың жанынан қолдарында доптары бар 3 бала жүгіріп өтті. Олардың бірі допты жоғары лақтырып, Бекзатқа қарай күлімсіреп қарады. Бекзат балалардың ойынын қызыға бақылап қалды. Ол футбол ойнағанды қатты жақсы көретін. Бірақ анасының айтқан сөзі есіне түсіп, орнынан қозғалмады. Балалар допты қайтадан оның жанына қарай теуіп жіберді. Бекзат допты аяғымен тоқтатып, оларға қарай қайта тепті. Балалардың бірі қолмен белгі беріп, оны ойынға шақырды. Бекзат қарындасына қарап, сәл ойланып қалды. Назерке сол кезде құмнан жасаған үйін безендіріп отырған еді. Бекзат оған осы жерден еш қайда кетпеуді тапсырды. Назерке ағасының сөзін толық тыңдамай, басын изей салды. Бекзат балаларға қосылып, доп қуалай бастады. Алғашында ол әр минут сайын қарындасына бұрылып қарап тұрды. Назерке де ағасының алыста ойнап жүргенін көріп отырды. Бірақ уақыт өте келе, Бекзат ойынға қатты беріліп кетті. Ол допты тартып алуға тырысып, алаңның бір шетінен екінші шетіне жүгірді. Бірнеше минуттан кейін қарындасының бар екенін мүлде ұмытып кетті. Назерке біраз уақыт жалғыз өзі құммен ойнады. Кейін ол жалығып, ағасын дауыстап шақырды. Бірақ Бекзат балалардың айғайынан оның дауысын естімеді. Назерке орнынан тұрып, ойын алаңын айнала бастады. Сол кезде алаңның сыртынан түрлі түсті шар ұстаған бір адам өтті. Қызыл, сары және көк шарлар желмен баяу тербеліп бара жатты. Назеркенің көзі жүрек пішінді қызыл шарға түсті. Ол шарды жақыннан көргісі келіп, алаңның шетіне қарай жүрді. Назерке ағасына тағы бір рет қарады. Бекзат оған арқасын беріп доп қуалап жүрді. Кішкентай қыз ойын алаңынан шығып, шар сатушының артынан ерді. Ол шар сатушының өзінен алыстап бара жатқанын көріп, жүрісін жылдамдатты. Адамдар көп болғандықтан Назеркені ешкім байқамады. Ол бейтаныс адамдардың арасымен кішкентай қадамдармен жүре берді. Шар сатушы үлкен дүкендердің жанынан өтіп, басқа көшеге бұрылды. Назерке де ойланбастан оның соңынан бұрылды. Бір кезде алдынан бір топ турист шығып, қыздың жолын жауып қалды. Назерке олардың арасынан әрең өтіп шықты. Бірақ шар ұстаған адам көзден ғайып болған еді. Қыз тоқтап, жан-жағына аң-таң болып қарады. Ол қай жақтан келгенін есіне түсіре алмады. Көшелердің бәрі бір-біріне ұқсас көрінді. Назерке кері қайтуға тырысып, бір көшемен жүріп кетті. Алайда ол ойын алаңына емес, одан сайын алыс жаққа бара жатты. Бірнеше минуттан кейін қыз қорқа бастады. Ол ағасын дауыстап шақырды. Бірақ бейтаныс адамдар оның сөзін түсінбеді. Бір әйел Назеркеге жақындап бірдеңе сұрады. Қыз жылап тұрып, анасы мен ағасын іздеп жүргенін айтты. Әйел оның тілін түсінбей, жан-жағына қарап қалды. Назерке қорқып, әйелден алыстап кетті. Ол анасы ойын алаңына қайтып берген шығар деп ойлады. Сондықтан келген жолын табуға бар күшін салды. Бірақ әр бұрылған сайын айналасы бұрынғыдан да бөтен болып бара жатты. Оның кішкентай жүрегі қатты соғып, көз жасын тоқтата алмады. Ал Бекзат әлі де доп ойнап, уақыттың қалай өтіп жатқанын байқамай жүрді. Бір кезде балалардың ата-аналары келіп, оларды бір-бірлеп алып кете бастады. Доп ойыны тоқтағанда ғана Бекзат қарындасын есіне түсірді. Ол құм алаңына қараған сәтте Назеркенің орнында жоқ екенін көрді. Бекзат Назеркенің орнында жоқ екенін көргенде бірден абдырап қалды. Ол алдымен қарындасы сырғанақтың артына тығылып отыр деп ойлады. Бекзат жүгіріп барып сырғанақтың астын тексерді. Бірақ ол жерде ешкім жоқ еді. Содан кейін әткеншектердің жанына барды. Онда да Назерке көрінбеді. Бекзат ойын алаңының әр бұрышына жүгіріп жүрді. «Назерке!» деп бар даусымен айғайлады ол. Бірақ қарындасының даусы естілмеді. Бекзаттың жүрегі қатты соға бастады. Ол Назеркенің кішкентай күрегін құмның үстінен тауып алды. Күректі қолына ұстаған сәтте оның көзінен жас парлап кетті. «Назерке, қайдасың?» деп қайта-қайта айғайлады. Ойын алаңындағы адамдар оған түсінбей қарап жатты. Бірнеше адам жақындап не болғанын сұрады. Бірақ Бекзат олардың тілін түсінбеді. Ол қолымен кішкентай баланың бойын көрсетіп, қарындасының жоғалғанын түсіндіруге тырысты.
Бір әйел телефонмен полицияға хабарласуға әрекет жасады. Ал Бекзат алаңнан алыс кетуге қорықты. Ол ата-анасы қайтып келгенде өзін таппай қалады деп ойлады. Сондықтан ойын алаңының сыртындағы көшелерге жүгіріп шығып, қайта оралып жүрді. Әрбір қызғылт көйлек киген қызды көргенде Назерке деп ойлап артынан жүгіретін. Бірақ жақындағанда олардың бөтен балалар екенін көретін. Бекзаттың даусы қарлығып қалды. Ол қарындасын қарауға уәде бергенін есіне түсірді. Өзін бәріне кінәлі сезінді. «Мама мені кешірмейді», деп жылап айтты ол. Бір сағат өтті. Руслан мен Гүлмира әлі қайтып келмеді. Бекзаттың бойындағы үміт бірте-бірте азая бастады. Ол ойын алаңының бұрышындағы орындықтың жанына барып отырды. Екі қолымен тізесін құшақтап, басын төмен түсірді. Көз жасы оның бетін жуып жатты. Қолында Назеркенің құмға арналған күрегі әлі бар еді. Ол қарындасының күрген даусын есіне түсіріп, одан сайын қатты жылады. Арада тағы бір сағат өткенде, Руслан мен Гүлмира алаңға қайтып келді. Гүлмира алыстан ойын алаңына қарап, балаларын іздей бастады. Ол алдымен сырғанақты, кейін әткеншекті көзбен шолып шықты. Бірақ Назеркені көрмеді. Сәлден соң бұрышта жылап отырған Бекзат көзіне түсті. Гүлмираның жүрегі су ете қалды. Ол баласына қарай жүгірді. «Бекзат, қарындасың қайда?» деп айғайлады анасы. Бекзат басын көтеріп, анасына жасқа толы көзімен қарады. Ол орнынан тұруға да шамасы келмей отырды. «Мама, Назерке жоқ», деді ол өксіп. Гүлмира бұл сөзді естігенде бір сәтке қатып қалды. Руслан да олардың жанына жүгіріп жетті. «Қалай жоқ, қайда кетті?» деп сұрады ол. Бекзат топ ойнауға кеткенін және Назеркені жалғыз қалдырғанын жылап айтып берді. Руслан ашудан ұлына айқайламақ болды. Бірақ Гүлмира оның қолынан ұстап, қазір ұрысуға уақыт жоқ екенін айтты. Олар бірден ойын алаңын және жақын көшелерді іздей бастады. Гүлмира Назеркенің атын айтып, әрбір дүкенге кірді. Руслан адамдарға қызының суретін көрсетіп жүрді. Бірақ ешкім оны анық көрмеген еді. Бірнеше сағаттан кейін полиция қызметкерлері келді. Олар аудармашы арқылы отбасыдан болған жағдайды сұрады. Гүлмира Назеркенің қызғылт көйлек пен ақ бас киім кигенін айтты. Полиция қызметкерлері жақын маңдағы камераларды тексеруге уәде берді. Кеш батып көшелердегі шамдар жана бастады. Бірақ Назеркеден еш хабар болмады. Гүлмираның ішіне ас батпай, су да іше алмай қалды. Ол қызының аш жүргенін немесе қорқып жылап отырған ойлап, жанын қоярға жер таппады. Руслан да өзін кінәлап, балаларды неге жалғыз қалдырғанын қайта-қайта айтты. Бекзат анасының жанында үнсіз жылап отырды. Ол Назеркені соңғы рет көрген сәтін есінен шығара алмады. Ертеңіне дейін полициядан нақты хабар түспеді. Сонда Руслан Қазақстанның елшілігіне хабарласу керектігін айтты. Таңертең отбасы полиция қызметкерімен бірге Қазақстанның елшілігіне барды. Гүлмира елшілік ғимаратына кіргенде көз жасын ұстай алмай, қызын табуға көмектесулерін өтінді. Елшіліктегі қызметкерлер Гүлмира мен Русланды жеке бөлмеге кіргізді. Олар отбасының жағдайын мұқият тыңдай бастады. Гүлмира қызының суретін телефоннан көрсетіп, қайтадан жылап жіберді. Қызметкерлердің бірі суретті өз телефонына көшіріп алды. Ол Назерке туралы ақпаратты жергілікті полицияға және еріктілерге тарататынын айтты. Руслан болған жағдайды басынан бастап түсіндіріп берді. Балаларды неге жалғыз қалдырғанын айтқанда, оның дауысы дірілдеп кетті. Ол өзін кінәлі сезініп отырған жасырмады. Елшілік қызметкері қазір ең бастысы Назеркені табу екенін айтты. Бекзат анасының жанында үнсіз отырды. Ол басын көтеруге де ұялып отырған еді. Гүлмира ұлына қараған сайын ашуланғысы келетін. Бірақ Бекзаттың өзі де кішкентай бала екенін түсінді. Оның бозарып кеткен жүзін көргенде анасының жүрегі ауыратын. Елшілік қызметкерлері жергілікті полициямен бірге арнайы іздеу тобын құрды. Назеркенің суреті қаладағы барлық полиция бөлімшесіне жіберілді. Қыздың киімі мен бойы туралы мәліметтерде таратылды. Әуежай, теміржол бекеті және автовокзал қызметкерлеріне ескерту берілді. Қаладан шығатын жолдардағы камераларда тексеріле бастады. Еріктілер Назеркенің суретін қағазға басып шығарды. Олар парақшаларды дүкендерге, қонақ үйлерге және көшелерге жапсырды. Бірнеше жергілікті телеарна жоғалған қазақ қызы туралы хабар таратты. Гүлмира жаңалықтан қызының суретін көргенде тағы да еңіреп жылады. Ол Назеркенің теледидардан көрсетілетін ешқашан ойламаған еді. Руслан әйелін жұбатуға тырысты. Бірақ өзінің де көзінен жас тоқтамады. Олар қайтадан ойын алаңына барды. Полиция сол маңдағы барлық бейнебақылау камераларын қарап шықты.
Бір камерадан Назеркенің ойын алаңынан жалғыз шыққаны көрінді. Ол түрлі түсті шарлар ұстаған адамның артынан еріп бара жатқан еді. Гүлмира экранда жақындап, қызының бейнесіне қолын созды. «Қызым, неге кетіп қалдым?» деп сыбырлады ол. Бекзат видеоны көргенде қатты жылап жіберді. Ол сол сәтте доп ойнап жүргенін көрді. Бекзат қарындасының өзінен бірнеше қадам жерде өтіп кеткенін байқамаған еді. Руслан баласының иығынан ұстап, оған қазір сабыр сақтау керектігін айтты. Полиция шар сатушыны іздеуге кірісті. Көп замай оның кім екені анықталды. Қызметкерлер әлгі адамды тауып, полиция бөліміне алып келді. Шар сатушы Назеркені байқамағанын айтты. Ол өзінің артынан кішкентай қыз ергенін мүлде көрмеген еді. Камерадан Назеркенің кейін туристердің арасында қалып қойғаны анық көрінді. Бірақ келесі көшеде камера болмады. Сол себепті оның қай жаққа кеткені белгісіз болып қалды. Гүлмира осы хабарды естігенде әлсіреп орындыққа отыра кетті. Ол бірнеше күннен бері дұрыс тамақ ішпеген еді. Ішкен суын да қайта құсып жіберетін. Елшіліктегі әйел қызметкер оған дәрігер шақырды. Дәрігер Гүлмираның қатты күйзелістен әлсірегенін айтты. Оған тынығып, тамақтану керек екенін ескертті. Бірақ Гүлмира қызын таппайынша демалмайтынын айтты. Ол ауруханаға бардан бас тартты. Руслан да әйелін жалғыз қалдырғысы келмеді. Олар күндіз полициямен бірге іздеу жұмыстарына қатысты. Түнде қонақ үйге оралғанда да ұйықтай алмады. Гүлмира Назеркенің төсекте ұйықтап жатқан суреттерін қарап шығатын. Ол қызының күлген видеоларын қайта-қайта қосатын. Бөлменің бір бұрышында Назеркенің кішкентай сөмкесі тұрды. Гүлмира сөмкені құшақтап, үнсіз жылайтын. Бекзат та анасының жанына келіп отыратын. Бір түні ол анасынан кешірім сұрады. «Мама, мен Назеркеге қарауым керек еді», деді ол өксіп. Гүлмира ұзақ уақыт жауап бере алмады. Сосын ұлын құшақтап, оның да бала екенін айтты. «Сенің де қорқып жүргеніңді білемін, балам», деді анасы. Бекзат қарындасын міндетті түрде табатындарын айтты. Келесі күні іздеу жұмыстары қала сыртына дейін кеңейтілді. Полиция ауруханаларда, уақытша баспаналарда және балалар орталықтарын тексерді. Бірақ Назерке туралы ешқандай нақты хабар болмады. Кешке елшілікке белгісіз бір адамнан телефон қоңырау түсті. Елшілікке түскен қоңырау да жалған ақпарат болып шықты. Бір адам көшеде Назеркеге ұқсайтын қызды көргенін айтқан еді. Полиция көрсетілген жерге бірден барды. Бірақ ол қыз басқа отбасының баласы болып шықты. Гүлмира бұл хабарды естігенде үміті тағы да үзілді. Ол елшіліктің дәлізінде отырып, екі қолмен бетін басты. «Қызымды неге таба алмай жатырсыздар?» деп өкіріп жылады. Елшілік қызметкері іздеу жұмыстары тоқтамайтынын айтты. Бірақ олардың қолында Назеркенің нақты қайда кеткенін көрсететін дерек жоқ еді. Қаладағы камералардың барлығы қайта тексерілді. Назерке ойын алаңынан шыққаннан кейін бір көшеге бұрылып кеткен. Сол көшеден кейін оның ізі мүлде жоғалған еді. Гүлмира күн өткен сайын әлсірей берді. Ол тамақ ішпей, түні бойы қызының атын айтып жылайтын. Руслан әйелін жұбатуға тырысқанымен өзі де шарасыз еді. Бекзат қонақ үй бөлмесінің бір бұрышында үнсіз отыратын. Ол анасына жақындауға қорқатын. Гүлмира ұлын көрген сайын Назеркенің жоғалған сәті есіне түсетін. Бір күні ол ашуға булығып, Бекзатқа қатты айғайлап жіберді. «Саған қарындасына қара деп тапсырдым ғой», деді ол. Бекзат шошып кетіп, жылап жіберді. «Мен әдейі істеген жоқпын, мама», деді ол. Бірақ Гүлмира сол сәтте баласының сөзін тынбай алмады. «Сен ойынға кетпегенде Назерке жоғалмайтын еді», деді анасы. Бекзат басын төмен түсіріп, үнсіз қалды. Руслан әйеліне 7 жастағы баланы кінәлауға болмайтынын айтты. «Оны жалғыз қалдырған біз кінәліміз», деді ол. Гүлмира күйеуіне бұрылып, оған да ашуланды. «Балаларды осында қалдырайық деген сен едің», деді ол. Руслан жауап бере алмай, терезеге қарап қалды. Отбасының әр мүшесі өзін іштей кінәлап жүрді. Бір аптадан кейін де Назерке туралы ешқандай хабар болмады. Елшілік қызметкерлері отбасының елде болу мерзімі аяқталып келе жатқанын айтты. Руслан олардың Қазақстанға уақытша қайтуы керектігін түсінді. Бірақ Гүлмира бұл ұсынысты естігенде орнынан атып тұрды. «Мен қызымды таппай ешқайда кетпеймін», деп айғайлады ол. Ол Назерке бейтаныс қалада жалғыз қалғанын айтып, тағы да жылады. Елшілік қызметкері іздеу жұмыстары олардың қайтып кеткеннен кейін де жалғасатынын түсіндірді. Гүлмира бұған сенгісі келмеді. Ол Қазақстанға қайтса, қызын тастап кеткендей сезінетінін айтты. Руслан ұшақ билеттерін бірнеше күнге кейінге шегерді.
Олар тағы да көшелерді аралап, Назеркенің суретін таратты. Гүлмира жергілікті телеарналарға сұхбат берді. Ол камера алдында қызына үндеу жасады. «Назерке, анан сені күтеді», деді ол жылап. Бұл видео әлеуметтік желілерге кеңінен тарады. Қазақстандағы адамдар да Назеркені іздеу туралы жазбаларды бөлісе бастады. Бірақ бірнеше апта өтсе де, ешкім нақты ақпарат бере алмады. Ақырында отбасы Қазақстанға қайтуға мәжбүр болды. Әуежайға келгенде Гүлмира аяқ басқысы келмей ұзақ жылады. Ол қызы осы қалада қалып бара жатқан ойлап, жанын қоярға жер таппады. Бекзат анасының қолынан ұстауға тырысты, бірақ Гүлмира қолын тартып алып, теріс қарап кетті. Бекзат үнсіз жылап, әкесінің артынан ерді. Ұшақ көтерілгенде Гүлмира терезеден төменге қарап отырды. Ол Назеркеге міндетті түрде қайта келетінін ішінен қайталады. Ал сол уақытта Назерке қаланың шетіндегі шағын үйде өмір сүріп жатқан еді. Оны көшеде жалғыз жылап жүрген жерінен егде жастағы бір әйел көрген болатын. Әйелдің аты Фатима еді. Фатима жалғыз тұратын, балалары басқа қалада өмір сүретін. Ол Назеркеден ата-анасының қайда екенін сұраған. Бірақ кішкентай қыз қорыққаннан дұрыс сөйлей алмаған еді. Назерке тек өз есімін және ағасының атын қайталай берген. Фатима оның сөзін толық түсінбеді. Ол қызды уақытша өз үйіне апарып тамақ берді. Назерке бірнеше күн бойы анасы мен әкесін сұрап жылады. Фатима оны жуындырып, таза киім кигізді. Ол қызға ойыншықтар сатып алып, өз немересіндей қарай бастады. Назерке де бірте-бірте қарт әйелге бауыр басып қалды. Бірақ түн сайын ұйықтар алдында анасының атын айтып, үнсіз жылайтын. Қазақстанда оралғаннан кейін Гүлмираның өмірі мүлде өзгеріп кетті. Ол күндізде, түнде де Назеркенің суреттеріне қарап отыратын. Үйдің әр бұрышынан қызының даусы естілгендей болатын. Назеркенің ойыншықтары бұрынғы орнында тұрды. Гүлмира оларды жинауға ешкімге рұқсат бермеді. Бекзат та қарындасының бөлмесіне кіріп, үнсіз отыратын. Ол анасының өзін әрі де кешірмегенін сезетін. Гүлмира кейде Бекзатты көргенде ашуын ұстай алмай қалатын. Бірақ Руслан ұлын қорғап, кінәні балаға артуға болмайтынын айтатын. Оларды жалғыз қалдырған біз едік, дейтін ол. Гүлмира мұны түсінгенмен жүрегіндегі ауырсыны басылмады. Ол қызын іздеуді бір сәтке де тоқтатпады. Руслан екеуі әлеуметтік желіде арнайы парақша ашты. Олар Назеркенің суреттері мен видеоларын күн сайын жариялап отырды. Гүлмира әр видеода қызы туралы егжей-тегжейлі айтып беретін. Ол Назеркенің 4 жаста екен, дұрыс сөйлей алмайтынын ескертті. Қыздың оң білегінде кішкентай меңі барында айтты. Бірнеше танымал блогер олардың видеосын өз парақшасына салды. Көп ұзамай Назерке туралы жазбаларда миллиондаған адам көрді. Шетелдегі қазақтар да ақпаратты түрлі тілге аударып таратты. Гүлмира күн сайын телефонға келген хабарламаларды тексеретін. Бірақ хабарласқандардың көбі Назеркеге ұқсайтын басқа балалар туралы айтатын. Әрбір жалған хабардан кейін ананың үміті қайта сөніп қалатын. Соған қарамастан ол іздеуді тоқтатпады. Ал Фатиманың үйінде Назерке біртіндеп жаңа ортаға үйреніп келе жатты. Фатима оған жаңа көйлектер мен аяқ киімдер сатып алды. Ол қыздың шашын тарап, күн сайын жылы тамақ дайындайтын. Назерке де қарт әйелді апа деп атай бастады. Бұл сөзді алғаш естігенде Фатиманың жүрегі елжіреп кетті. Ол жалғыздықтан шаршағандықтан қызға ерекше бауыр басқан еді. Фатиманың өз балалары оны сирек іздейтін. Сондықтан Назеркенің үйде жүргені оған үлкен қуаныш сыйлады. Бірақ кей түндері қыз ұйқысынан шошып оянатын. Ол мама, папа, Бекзат деп жылайтын. Фатима оны құшағына алып ұзақ жұбататын. Қарт әйел қыздың отбасы бар екенін іштей түсінді. Бірақ оны жоғалтып алудан қорқып, полицияға хабарласпады. Ол Назеркені алып кетсе, қайтадан жалғыз қалатын ойлады. Бір күні Фатиманың көршісі телефоннан жоғалған қыз туралы видеоны көрсетті. Экранда Гүлмира жылап тұрып, Назеркені іздеп жүргенін айтып отырды. Фатима видеодағы қыздың суретін көргенде денесі дірете қалды. Бұл дәл оның үйінде тұрып жатқан Назерке еді. Ол телефонды қолына алып, видеоны бірнеше рет қайта көрді. Гүлмира қызының оң білегіндегі мен туралы айтқанда, Фатиманың күмәні қалмады. Назеркенің ата-анасы оны әлде іздеп жүрген еді. Сол түні Фатима көзіле алмады. Ол біресе Назеркеге, біресе телефондағы суреттерге қарай берді. Қызды отбасына қайтару керектігін жақсы түсінді. Бірақ жүрегі оны жіберуге қимайтын. Сен кетсең, мен тағы жалғыз қаламын, деді ол ұйықтап жатқан Назеркеге. Келесі күні Фатима интернеттегі парақшаны қайта ашты. Ол Гүлмираның қызына жасырған үндеуін тыңдап отырып жылады.
Ананың қайғысын көргенде өзін кінәлі сезіне бастады. Бірақ полицияға бардан да қорқатын. Ол адамдар өзін баланы ұрлат деп ойлайды деп уайымдады. Тіпті түрмеге қамап тастауы мүмкін деп қорықты. Фатима Назеркені көшеден тауып алғанын қалай дәлелдейтінін білмеді. Бірнеше күн бойы ол ешкімге ештеңе айтпай жүрді. Назерке болса бұрынғыдай оның жанынан шықпайтын. Қыз Фатиманың мойнынан құшақтап, апа деп күлімдейтін. Осындай сәттерде қарт әйел шешімнен қайта айнып қалатын. Бірақ түнде Гүлмираның жылаған бейнесі көз алдынан кетпейтін. Фатима өзінің де ана екенін ойлады. Егер өз баласы жоғалса, оның қандай күйге түсетінін елестетті. Ақыры ол Назеркені ата-анасынан жасыруға қақысы жоқ екенін түсінді. Фатима елшілікке хабарласуға бірнеше рет оқталды. Бірақ телефон нөмірін теріп тұрып, қайта өшіріп тастайтын. Соңында көршісінен көмек сұрады. Ол Назеркені көшеден тауып алғанын және қызға бауыр басып алғанын жылап айтып берді. Көршісі Фатимаға шындықты жасырмай, бірден елшілікке хабарласуға кеңес берді. Ұзақ ойланған қарт әйел ақыры телефонды қолына алып, Қазақстан елшілігінің нөмірін терді. Фатима елшілікке хабарласуға шешім қабылдаған кезде Қазақстандағы Бекзаттың жағдайы күннен күнге қиындап бара жатты. Ол Назеркенің жоғалуына өзін толық кінәлі санайтын. Күн сайын таңертең оянғанда қарындасын жалғыз қалдырған сәті есіне түсетін. Түнде түсінде Назеркенің өзін шақырып тұрғанын көріп, шошып оянатын. Бекзат бұрынғыдай ойнамайтын және достарымен сөйлескісі келмейтін. Ол мектепке барғанда да терезеге қарап үнсіз отыратын. Мұғалімі сұрақ қойса, жауап беруге шамасы келмейтін. Сыныптастары оның қарындасы туралы естіп, не болғанын сұрай беретін. Бекзат ешкімге жауап бермей, үзіністе жалғыз жүретін. Үйге келгенде жағдайы одан сайын ауырлайтын. Гүлмира қызының бөлмесіне кіріп, ойыншықтарын құшақтап ұзақ жылайтын. Бекзат анасына көмектескісі келіп, жанына жақындайтын. Бірақ Гүлмира оны көрген сайын ашуын ұстай алмай қалатын. Сен қарындасына қарағанда, қазір ол біздің жанымызда отырар еді, дейтін анасы. Бұл сөздер Бекзаттың жүрегін күн сайын жаралайтын. Ол басын төмен түсіріп, үнсіз кешірім сұрайтын. Кешірші мама, мен оны әдейі жоғалтқан жоқпын дейтін бала жылап. Бірақ Гүлмира қайғыға беріліп, баласының да 7 жаста екенін ұмытып кететін. Кейде ашумен оның бетінен ұру жіберетін. Бекзат анасының алдында қозғалмай тұрып қалатын. Ол өзін жазалауға лайықтым деп ойлайтын. Руслан жұмыстан келгенде баласының қызарған жүзін бірнеше рет байқады. Ол әйелінен Бекзатқа қол көтермеуін талап етті. Бәріне кінәлі біз. Балаларды жалғыз тастап кеткен біз едік, деді Руслан. Гүлмира күйеуінің сөзін естісе де, ішіндегі ашуын баса алмайтын. Ол Назеркенің суретіне барып, қайтадан еңіреп жылайтын. Үй ішінде күн сайын ұрыс көбейді. Бекзат ата-анасының даусын естіген сайын бөлмесіне тығылатын. Ол қарындасының кішкентай ойыншығын қолына ұстап отыратын. Назерке, сен қайтып келсең, мен сені ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп сыбырлайтын. Бір күні Гүлмираға тағы бір белгісіз адам қоңырау шалды. Ол Назеркеге ұқсайтын қызды көргенін айтып, кейін ақша сұрады. Бұл хабардың алаяқтық екені анықталды. Гүлмира ашу мен шарасыздықтан телефонын жерге лақтырып жіберді. Сол кезде бөлмеге Бекзат кіріп келді. Ол анасының жылағанын көріп, құшақтағысы келді. Бірақ Гүлмира баласын итеріп жіберді. Көзіме көрінбей кетші деп айғайлады ол. Бекзат теңселіп барып, қабырғаға сүйенді. Оның көзінен үнсіз жас ағып жатты. Мен болмағанда Назерке жоғалмайтын еді, деді ол ақырын. Гүлмира ашумен оның сөзін растап жіберді. Бұл жауап Бекзатқа өте ауыр тиді. Ол бөлмесіне кіріп, есігін жауып алды. Бала кішкентай сөмкесіне қарындасының суретін, бір бөтелке су және күртесін салды. Ол үйде қалса, анасына тек Назеркені еске түсіретін ойлады. Кеш батқанда Руслан әлі жұмыстан келмеген еді. Гүлмира қызының видеоларын қарап отырып, Бекзаттың сыртқаша шыққанын байқамады. Бала есікті ақырын жауып, көшеге бет алды. Ол да баратын өзі де білмейтін. Бекзат тек үйден алыс кеткісі келді. Көшеде жаңбыр сіркірет тұрды. Ол күртесін киіп, аялдамаға дейін жаяу барды. Бекзат орындықтың шетіне отырып, қарындасының суретін қолына алды. Назерке, мені кешірші деп өксіп жылады. Аялдамадан өткен адамдар жалғыз отырған балаға назар аудара бастады. Бірақ Бекзат ешкіммен сөйлеспеді. Ол анасының өзін енді жақсы көрмейтініне сеніп қалған еді. Бірақ уақыттан кейін қараңғы түсіп, күн суыта бастады. Үйде Гүлмира ұлының бөлмесіне кіргенде, оның жоқ екенін көрді. Үстел үстінде бүктелген кішкентай қағаз жатты. Қағазға Бекзат: «Мама, мен кетсем, сен енді жыламайтын шығарсың» деп жазып қойған еді. Гүлмира хатты оқығанда қолдары дірілдеп кетті. Ол бірден Русланға қоңырау шалып, Бекзаттың жоғалғанын айтты. Руслан жұмыстан шығып үйге асықты.
Ерлі зайыпты полицияға хабарласып, көшелерді аралай бастады. Гүлмира олның атын айғайлап шақырып, өз сөздеріне қатты өкінді. Бекзат та менің балам ғой, мен оған не істерін деп жылады ол. Полициясы қызметкерлері жақын маңдағы аялдамалар мен аулаларды тексерді. Бірнеше сағаттан кейін Бекзатты аялдамада отырған жерінен бір әйел тауып, полицияға хабарлады. Гүлмира олың көргенде жүгіріп барып, құшағына қатты қысты. Бекзат алғашында анасынан қорқып, кейін шын жүрегімен жылап жіберді. Гүлмира баласынан кешірім сұрап, енді оны ешқашан кінәламайтынын айтты. Назеркені жоғалтқан сен емес, сендерге жауапкершілікті артқан біз кінәліміз, деді ол. Сол түні отбасы үйге қайтып келген кезде Русланның телефонына Қазақстан елшілігінен күтпеген қоңырау түсті. Руслан телефонды қолына алып, белгісіз нөмірге үрейлене қарады. Қоңырау Қазақстанның сол елдегі елшілігінен келген еді. Ол телефонды бірден көтеріп, дауысы дірілдеп жауап берді. Елшілік қызметкері Назерке туралы маңызды ақпарат түскенін айтты. Руслан орнынан атып тұрып әйеліне қарады. Гүлмира оның жүзіндегі өзгерісті көріп, бірден жанына келді. «Не болды? Назерке табылды ма?» деп сұрады ол. Руслан телефонды дыбыс орайтқышқа қойды. Қызметкер егде жастағы бір әйелдің хабарласқанын жеткізді. Әйел бірнеше ай бұрын көшеден жылап жүрген кішкентай қызды тауып алғанын айтқан. Ол қыздың есімі Назерке екенін енді ғана түсінген еді. Гүлмира бұл сөздерді естігенде тізерлеп отыра кетті. Ол екі қолмен аузын жауып, үнсіз жылай бастады. Бекзат та бөлмеден жүгіріп шықты. «Назерке табылды ма?» деді ол үмітпен. Руслан нақты тексеру керек екенін айтты. Елшілік қызметкері әйелден қыздың суретін сұраған еді. Бірнеше минуттан кейін Русланның телефонына сурет келді. Экранда ұзын шашы сәл өсіп кеткен кішкентай қыз тұрды. Үстінде бейтаныс көйлек болғанмен, ол анық Назерке еді. Гүлмира телефонды қолына алып, қызның бетін қайта-қайта сүйді. «Бұл менің қызым, бұл Назерке!» деп айғайлады ол. Бекзат суретті көргенде жерге отырып қатты жылады. Ол қарындасының тірі екеніне сене алмай отырды. Руслан да көз жасын жасыра алмады. Бірақ елшілік қызметкері жағдайдың әлі толық шешілмегенін айтты. Фатима есімді әйел қызды бірден беруге қорқып отырған еді. Ол полиция өзін бала ұрлады деп айттайды деп қауіптенген. Сондықтан нақты мекен-жайын айтудан бас тартып жүрген болатын. Гүлмира телефонға жақындап, Фатимамен сөйлесуді өтінді. Елшілік қызметкері қоңырауды байланыстыруға тырысты. Біраз уақыттан кейін арғы жақтан қарт әйелдің әлсіз дауысы естілді. Гүлмира өзін Назеркенің анасы ретінде таныстырды. Ол қызының аман екенін білгісі келетінін айтты. Фатима бірнеше секунд бойы үнсіз қалды. Содан кейін Назеркенің дені сау екенін жеткізді. Ол қызға тамақ беріп, чиіндіріп, өз баласындай қарап жүргенін айтты. Гүлмира алғыс айтып тұрып, өксіп жылады. «Апа, қызынды маған қайтарыңызшы», деп жалынды ол. Фатиманың дауысы дірілдеп кетті. Ол Назеркеге қатты бауыр басып қалған жасырмады. Қыз оны апа деп атайтын еді. Фатима Назерке кеткеннен кейін қайтадан жалғыз қалатынын ойлады. «Мен оны жамандықтан қорғадым», деді ол. Гүлмира оның жақсылығын өмір бойы ұмытпайтынын айтты. Бірақ Назеркенің өз отбасы бар екенін еске салды. Ол қызының ағасы күн сайын өзін кінәлап жүргенін де айтып берді. Бекзат телефонға жақындап, қарындасымен сөйлескісі келетінін айтты. Фатима ұзақ ойланып Назеркені шақырды. Бірнеше секундтан кейін арғы жақтан баланың дауысы естілді. «Алло», деді Назерке ақырын. Гүлмира қызының дауысын естігенде шыдай алмай айғайлап жылады. «Қызым, бұл мамаң ғой», деді ол. Назерке біраз үнсіз отырды. Содан кейін «мама» деп ақырым қайталады. Гүлмираның жүрегі елжіреп, қолдары дірілдеді. Бекзат телефонға еңкейіп қарындасының атын атады. Назерке ағасының даусын танығандай болды. «Бекзат аға», деді ол. Бекзат сол сәтте еңіреп жылап жіберді. Ол қарындасынан кешірім сұрап, енді ешқашан жалғыз қалдырмайтынын айтты. Назерке оның сөзін толық түсінбесе де, үйге барғысы келетінін жеткізді. Фатима бұл әңгімені үнсіз тыңдап отырды. Ол қыздың өз отбасын сағынғанын сол кезде анық түсінді. Бірақ жүрегі Назеркені жіберуге әлі де қимайтын. Фатима бір түн ойлануға уақыт сұрады. Гүлмира одан мекен-жайын жасырып қалмауын өтінді. Елшілік қызметкері Фатимаға ешкімнің оны жазаламайтынын түсіндірді. Олар оның Назеркеге қамқор болғаны үшін алғыс айтатындарын жеткізді. Фатима ақыры ертең таңертең елшілікке келуге келісті. Қоңырау аяқталған соң, отбасы түні бойы көзіле алмады. Гүлмира ұшақ билеттерін бірден сатып алуды сұрады. Руслан келесі күнге ең жақын рейсті тапты.
Бекзат та ата-анасымен бірге барғысы келетінін айтты. Таң ата олар қайтадан Назеркені жоғалтқан елге жолға шықты. Ал Фатима сол түні қыздың жанында отырып, оны соңғы рет құшағына қысып жылады. Фатима түні бойы Назеркеге қарап отырды. Қыз оның жанында алаңсыз ұйықтап жатқан еді. Фатима кішкентай қолын ұстап үнсіз жылады. Ол ертең бұл үйдің қайтадан бос қалатынын ойлады. Назеркенің күлкісі мен дауысына қатты үйреніп қалған болатын. Таңда жақын қыз ұйқысынан оянды. Ол Фатиманың жылап отырғанын көріп таң қалды. «Апа, неге жылайсыз?» деп сұрады Назерке. Фатима көз жасын сүртіп, ештеңе болмағанын айтты. Назерке оның мойнынан құшақтап алды. «Мен сізбен қаламын», деді ол. Бұл сөзді естігенде Фатиманың жүрегі одан сайын ауырды. Ол қыздың өз ата-анасына қайту керек екенін түсінді. Бірақ оны жібергісі келмейтін сезімі әлі де басым еді. Фатима Назеркеге әдемі көйлек кигізді. Шашын тарап екі жаққа өріп қойды. Сөмкесіне өзі сатып алған ойыншықтарын салды. Қыз не болып жатқанын толық түсінбеді. Ол Фатимамен бірге серуендеуге барамыз деп ойлады. Екеуі үйден шыққанда қарт әйел бірнеше рет артына қарады. Бұл үйде Назеркемен бірге өткізген күндері оның есінде мәңгі қалатын еді. Олар таксиге отырып Қазақстан елшілігіне қарай жол тартты. Фатима жол бойы қыздың қолын жібермеді. Назерке терезеден көшелерге қызыға қарап отырды. Ал дәл сол уақытта Руслан, Гүлмира және Бекзат ұшақтан түсті. Оларды елшіліктің қызметкерлері әуежайдан күтіп алды. Гүлмира көлікке отырғаннан кейін де тыныш отыра алмады. Ол әр минут сайын Назеркенің келген-келмегенін сұрай берді. Бекзат та терезеден сыртқатқа қарап қарындасын ойлап отырды. Ол Назерке өзін көргенде не айтатынын іштей қайталады. Руслан отбасының сабыр сақтауын өтінді, бірақ өзінің де қолдары дірілдеп тұрған еді. Олар елшілікке жеткенде Фатима әлі келмеген болатын. Гүлмира дәлізде бір орында тұра алмай жүрді. Ол Фатима шешімінен айнып қалды ма деп қорықты. Елшілік қызметкері қарт әйелдің жолда келе жатқанын айтты. Арада 20 минут өткенде есік ашылды. Алдымен ішке Фатима кірді. Оның қолынан кішкентай қыз ұстап келе жатты. Гүлмира Назеркені көрген сәтте орнында қатып қалды. Бірнеше секунд бойы ешкім сөйлемеді. Назерке де алдында тұрған адамдарға түсінбей қарады. Содан кейін Гүлмира қызының атын айтып айғайлап жіберді. Ол жүгіріп барып Назеркені құшағын алды. Гүлмира қызын бетімен маңдайынан қайта-қайта сүйді. «Қызым, сені таптым ғой», деп өксіп жылады. Назерке анасының даусын танып, оның мойнынан құшақтады. «Мама», деді ол ақырын. Руслан да қызының жанына келіп екеуін құшақтады. Бекзат есіктің жанында үнсіз жылаттырды. Ол қарындасына жақындауға ұялып отырған еді. Назерке ағасын көріп қолын созды. «Бекзат аға», деді қыз. Бекзат жүгіріп барып қарындасын қатты құшақтады. Ол кешірім сұрап, енді ешқашан жалғыз қалдырмайтынын айтты. Назерке оның көз жасын кішкентай қолымен сүртті. «Жыламашы», деді ол. Фатима олардың қайта қауышқанын сырттай бақылап тұрды. Оның көзінен үнсіз жас ағып жатты. Назерке бір кезде анасының құшағынан түсіп, Фатимаға қарай барды. Ол қарт әйелдің қолынан ұстап алды. «Апа да бізбен бірге барады», деді қыз. Гүлмира Фатимаға жақындап, оның қолын ұстады. Ол қызына қамқор болған үшін шын жүректен алғыс айтты. Фатима Назеркеге ешқандай жамандық жасамағанын айтып жылады. Ол тек жалғыздықтан қызға қатты бауыр басып қалғанын мойындады. Гүлмира мұны түсінетінін айтты. Бірақ Фатиманың полицияға бірден хабарласпағанына іштей ренжіді. Елшілік қызметкерлері болған жағдайды ресми түрде тіркеді. Фатима Назеркені көшеден қалай тапқанын толық айтып берді. Ол қорыққандықтан және қызды жоғалтқысы келмегендіктен үнсіз қалғанын түсіндірді. Руслан қарт әйелге заңды тексеру болатынын, бірақ оның қызға жасаған қамқорлығы ескерілетінін айтты. Назерке болса Фатиманың қолын жібермей тұрды. Ол қарт әйелді тастап кеткісі келмегендей, қайта-қайта артына қарады. Ақыры Фатима Назеркені соңғы рет құшағына қысып, маңдайынан сүйді. «Бақытты бол қызым», деді ол, дауысы дірілдеп. Гүлмира Фатимаға Назеркені енді ешқашан ұмыттырмайтынын және онымен байланысып тұратынын уәде етті. Бірнеше күннен кейін Руслан, Гүлмира, Бекзат және Назерке Қазақстанда қайтуға дайындалды. Назерке Фатимадан айырылғысы келмей, оның қолынан ұзақ уақыт ұстаттырды. Фатима да қызды құшағына қысып, көз жасын тыя алмады. Гүлмира қарт әйелге кез келген уақытта хабарласып тұруға уәде берді. Ол Фатиманы Қазақстанға қонаққа шақырды. Руслан да қызына қамқор болған үшін оған шын жүректен алғыс айтты. Фатима Назеркеге кішкентай қуыршақ сыйлады.
Мені ұмытып кетпе қызым, деді бұл. Назерке қуыршағын құшақтап, апасын ешқашан ұмытпайтынын айтты. Әуежайға баратын уақыт келгенде Фатима қызды соңғы рет маңдайынан сүйді. Назерке көлікке отырғаннан кейін де терезеден қол бұлғап отырды. Фатима көлік алыстап кеткенше орнынан қозғалмады. Гүлмира қызының жанында отырғанына әлі де сене алмай келе жатты. Ол Назеркенің қолын бір сәтке де жібермеді. Бекзат қарындасының қасына отырып, оған Қазақстандағы үйі туралы айтып берді. Назерке бөлмесіндегі ойыншықтарын сағынғанын айтты. Ол әжесі мен атасын да сұрады. Бекзат бәрінің оны күтіп отырғанын жеткізді. Отбасы әуежайға жетіп, ұшаққа отырды. Назерке терезеден сыртқа қызыға қарап отырды. Ұшақ көкке көтерілгенде Гүлмира көз жасын сүртті. Бұл жолы ол қайғыдан емес, қуаныштан жылап отырған еді. Руслан әйелінің қолынан ұстап, барлық сыйындықтың артта қалғанын айтты. Гүлмира күйеуіне қарап, балаларын енді ешқашан қараусыз қалдырмайтынын жеткізді. Руслан да өзінің үлкен қателік жасағанын мойындады. Бекзат олардың сөзін үнсіз тыңдап отырды. Гүлмира ұлының жанына жақындап, оны құшағына алды. Ол Бекзатты орынсыз кінәлаған үшін тағы да кешірім сұрады. Сен де бала едің, балам. Бар жауапкершілікті саған артып қойған біз кінәліміз, деді анасы. Бекзат анасының иығына басын қойып үнсіз жылады. Назерке ағасының қолынан ұстап, оған күлімсірей қарады. Бірнеше сағаттан кейін ұшақ Қазақстан жеріне қонды. Отбасы ұшақтан түскенде әуежайда оларды көптеген туыстары күтіп тұрды. Әжесі Назеркені көргенде айғайлап жылап, оған қарай жүгірді. Ол немересін құшағына қысып, бетінен қайта-қайта сүйді. Атасы да көз жасын жасыра алмай, Назеркенің маңдайынан иіскеді. Туыстарының бәрі жоғалған қыздың аман оралғанына қуанып жатты. Кейбір адамдар қолдарына гүлдер мен шарлар ұстап келген еді. Назерке көп адамды көріп алғашында анасының артына тығылды, бірақ әжесін танығаннан кейін оның құшағына барды. Бекзат та туыстарымен амандасып, қарындасының жанынан шықпады. Олар үйге жеткенде аула мерекедегідей безендірілген болатын. Қақпаға Назерке үйіңе қош келдің деген үлкен жазу ілінген еді. Аулаға түрлі түсті шарлар байланып, ұзын дастархан жайылды. Туыстары мен көршілері отбасының қуанышына ортақтасу үшін жетілді. Гүлмира алғашында үлкен той жасағысы келмеген болатын, бірақ анасы немересінің аман оралуын атап өту керектігін айтты. Руслан да көпшіліктің қолдауы олардың қайғыны жеңуіне көмектесетінін түсінді. Сондықтан олар Назеркенің оралуына арнап үлкен қуаныш дастарханын ұйымдастырды. Үйге жиналғандар қызды кезек-кезек құшақтап, сыйлықтарын берді. Балалар Назеркеге қуыршақтар мен түрлі ойыншықтар әкелді. Назерке жаңа ойыншықтарына қуанып, аулада балалармен ойнай бастады. Оның күлген даусын естіген Гүлмираның жүрегі елжіреп кетті. Ол қызының дәл осылай ойнап жүргенін қанша уақыт армандаған еді. Дастархан басында ақсақал бата берді. Ол отбасыға енді мұндай сынақ кездеспеуін тіледі. Барлығы Назеркенің амандығына шүкіршілік айтты. Гүлмира орнынан тұрып, қиын күндерде қолдау көрсеткен адамдарға алғыс білдірді. Ол Қазақстан елшілігінің қызметкерлеріне, полицияға және еріктілерге ризашылығын жеткізді. Сондай-ақ қызына қамқор болған Фатима туралы да айтып берді. Руслан телефон арқылы Фатиманы бейне қоңырауға қосты. Экраннан қарт әйелді көрген Назерке қуанып, апа деп айғайлады. Фатима Қазақстандағы үлкен дастарханды көріп, көзіне жас алды. Гүлмира оған бұл қуаныштың бір бөлігі өзі екенін айтты. Барлығы Фатимаға қол бұлғап алғыс білдірді. Бекзат қарындасының жанында отырып, оның қолын жібермеді. Назерке ағасына кішкентай қуыршағын көрсетіп, Фатима апасы сыйлағанын айтты. Сол күннен кейін Гүлмира Бекзатты ешқашан кінәламады. Отбасы бастан кешкен оқиғадан үлкен сабақ алып, бір-бірінің қадірін бұрынғыдан да терең түсінді. Ал Назеркенің үйге оралған күні олардың әулетіндегі ең үлкен қуаныш ретінде мәңгі есте қалды. Назеркенің үйге оралғанына бірнеше апта өтті. Үйдегі қуаныш біртіндеп қалыпты өмірге ұласа бастады. Бірақ отбасының әр мүшесінің жүрегінде сол оқиғаның ізі қалып қойған еді. Гүлмира қызы көз алдынан жоғалып кетеді деп үнемі қорқатын болды. Назерке аулаға шықса да, анасы терезеден бақылап отыратын. Дүкенге барғанда қызының қолын қатты ұстайтын. Кейде Назерке қолын босатқысы келіп, еркелей бастайтын. Сонда Гүлмираның көз алдына бейтаныс қаланың көшелері елестейтін. Ол қызын құшағына қысып, жаннан шығармайтын. Руслан әйелінің қатты қорқып жүргенін түсінетін. Ол Гүлмираға болған жағдайдың артта қалғанын жиі айтатын.
Бірақ Гүлмира үшін сол қорқынышты күндер әлі кеше ғана болғанда еді. Бекзат та бұрынғыдай көңілді бала бола алмай жүрді. Ол қарындасының қасынан бір қадам алыстамайтын. Назерке басқа балалармен ойнаса, Бекзат алыстан бақылап тұратын. Кейде қарындасы оны ойынға шақыратын. Бекзат бәрін тастап, Назеркенің жанына баратын. Ол қарындасын қайта жоғалтып алудан қатты қорқатын. Гүлмира ұлының мінезіндегі өзгерісті байқады. Бекзат түнде жиі шошып оянатын. Ол түсінде Назеркеге жете алмай қалғанын көретін. Бір түні Гүлмира оның бөлмесіне кіріп, жылап жатқанын көрді. Бекзат көрпесін басына тартып алып, үнсіз өксіп жатты. Гүлмира баласының жанына отырып, маңдайынан сипады. «Балам, әлі де өзіңді кінәлап жүрсің бе?» деп сұрады ол. Бекзат біразға дейін жауап бермеді. Сосын ол қарындасын жалғыз қалдырғанын ешқашан ұмыта алмайтынын айтты. Гүлмираның жүрегі шым ете қалды. Ол кезінде ұлына айтқан ауыр сөздерін есіне алды. Анасы Бекзатты құшағына қысып, бәріне өзі мен Руслан кінәлі екенін қайталады. «Саған үлкен адамның міндетін артып қойған біз қателестік», деді ол. Бекзат анасының иығына басын қойып жылады. Гүлмира сол күннен кейін ұлына ерекше көңіл бөле бастады. Ол Бекзатпен күн сайын сөйлесіп, оның ішіндегі қорқынышын тыңдайтын. Руслан да баласымен бірге серуендеп көп уақыт өткізуге тырысты. Бір күні олар отбасымен психологқа барды. Психолог әрқайсының басынан үлкен күйзеліс өткенін түсіндірді. Ол Бекзатқа өзін кінәламау керектігін айтты. Назеркені қараусыз қалдыру үлкендердің шешімі болғанын түсіндірді. Бекзат бұл сөздерді естігенде көз жасын сүртті. Ол мұны алғаш рет бөтен адамның аузынан естіп отырған еді. Гүлмира да баласының қолынан ұстап кешірім сұрады. Руслан отбасын қорғауға әрқашан жауапты болатынын айтты. Бірнеше кездесуден кейін Бекзат біртіндеп ашыла бастады. Ол қайтадан достарымен ойнауға шықты. Мектепте де сабаққа көңіл бөле бастады. Назерке балабақшаға қайта барды. Алғашқы күндері ол анасынан айырылғысы келмей жылайтын. Гүлмира да қызын тастап кетуге қиналатын. Тәрбиеші Назеркені ерекше бақылауға уәде берді. Бірнеше күннен кейін қыз балалармен тіл табысып кетті. Ол Фатима апасы сыйлаған қуыршағын балабақшаға күн сайын алып баратын. Қуыршақты ешкімге ұстатпай өзіне жақын қоятын. Үйге келгенде Фатима апасы туралы жиі айтатын. Гүлмира оның бұл сөздеріне ренжімейтін. Керісінше, қызына қиын кезде қамқор болған әйелді құрметтейтін. Олар Фатима мен аптасына бірнеше рет бейне қоңырау арқылы сөйлесетін. Назерке экраннан қарт әйелді көрген сайын қатты қуанатын. Фатима да қыздың даусын естігенде көзіне жас алатын. Бір күні Руслан оған Қазақстанға келуге билет алып беретінін айтты. Фатима алғашында ұзақ жолға шыға алмайтынын жеткізді, бірақ Назерке оны қатты сағынғанын айтты. Қыздың өтінішін естігенде Фатима ойланып қалды. Бірнеше аптадан кейін ол Қазақстанға келуге келісім берді. Бұл жаңалықты естіген Назерке үйдің ішінде қуанып жүгірді. Гүлмира қонақ бөлмені Фатимаға арнап дайындай бастады. Бекзат та оған сыйлық таңдап бергісі келетінін айтты. Руслан әуежайдан күтіп алуға үлкен көлік жалдады. Отбасы Фатиманың келетін күнін асыға күтті. Назерке күн сайын күнтізбеге қарап, неше күн қалғанын сұрайтын. Ақыры ұшақ қонатын күнде келіп жетті. Бүкіл отбасы гүл шоқтарын алып әуежайға жол тартты. Назерке есіктен шыққан әр адамға үмітпен қарап тұрды. Бір кезде алыстан Фатиманың бейнесі көрінді. Қарт әйел қолында кішкентай сөмкесімен баяу келе жатты. Назерке оны көргенде бар даусымен апа деп айғайлап жүгіріп кетті. Фатима да қызға қарай қолын созып көзіне жас алды. Екеуі әуежайдың ортасында ұзақ құшақтасып тұрды. Гүлмира бұл көрініске қарап үнсіз жылады. Сол сәтте ол қызын құтқарған адамды енді өз отбасының бір мүшесіндей қабылдағанын түсінді. Достар, арнаға тіркеліп видеоны қолдап, лайк басып кетіңіздер. Қай қаладан және Сарат қаншада көріп отырғандарыңызды пікірге жазыңыздар.